Армысыздар қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі ертегі әлемі айдары бағдарламасынан тыңдайтын ертегілеріңіз Тұмарбас деп аталады. Бұрынғы заманда бір бай бар екен. 3 қатыны болған екен дейді. Бірақ баласы жоқ болған екен. Бір күндері бай қатындарын айтады: "Мен қартайдым, сендерден бала тумады. Қыдырып әулиеге түнейін, Құдай бала бермес пе екен" дейді. Темір таяқ алып, темір етік киіп, жаяу бала тілеп жүріп кетеді. Айлардан ай өткенде, жылдардан жыл өткенде, темір таяқтан тебендей қалғанда, байдың алдынан бір жұлындай жерден түтін шығады. Бай оған жетіп келсе, үйдің ішінде бір жалмауыз кемпір отыр екен дейді. Бай кіріп сәлем береді. Кемпір сәлемін алып, біраз отырған соң даладан біреу келіп айғай салады. "Адам иісі шығады ғой" деп. Кемпір айтады: "Аузыңа бір салатұғын адам отыр. Бұл келген жалмауыз кемпірдің баласы екен. Ол үйге кіріп байды жеп қояды." Бай кеткенде 2 қатыны жүктіл болып қалған екен дейді. Бай өлгенде 2 қатыны ұл тапты. Бәйбіше баласының атын Тұмарбас қойды. Тоқалы баласының атын Байтас қойды. Балалары 7 жасқа келді. Тұмарбас балалармен асық ойнап жүріп, балалармен төбелеседі. Бір баланың асығын тартып алады. Сонда бұл бала айтады: "Сен бізге зорлық қылғанша, тентіреп кеткен әкеңді тауып алсаңшы" дейді. Темірбас тез үйіне келіп, шешесінен сұрайды: "Менің әкем қайда кетті? Маған айт" дейді. Сонда шешесі айтады: "Сен тумай тұрғанда кетіп еді. Темір таяқ, темір етік киіп еді. Құдайдан бала сұрап кетіп еді. Содан бері әкеңнің қайда екенін білмеймін" дейді. Бәйбішеден туған Тұмарбас әкесін іздеп жөнелді. Бір күндері болғанда алдынан бір жұлындай жерден түтін шығады. Бала соған жетіп келсе, баяғы жалмауыз кемпірдің үйі екен дейді. Тұмарбас әкесінің етігі мен таяғын таниды. Кемпір бір қазан ет асып отыр еді. Қарны ашып келген Тұмарбас кемпірден ет сұрап еді. Кемпір бермеді. Тұмарбас ашуланды да кемпірді төбеге бір қойып өлтіріп, қазандағы бар етті жеп тойып алады. Сөйтіп отырғанда бір адам даладан айғай салады: "Үйде кім бар?" дейді. "Адамның иісі шығады ғой" дейді. Сонда үйден Тұмарбас шыға келеді. "Өзім бармын" деп. Сол жерде екеуі алыса кетеді. Тұмарбас алып ұрып, дәудің басын кесіп алып, әкесінің кегін алады. Енді бала еліне қайтты. Бірнеше күн жол жүріп үйіне келеді. Сөйтіп шешесінен сұрайды: "Маған ірімшік қайнатып қойдың ба?" дейді. Шешесі айтады: "Күнде қайнатып қойған ірімшікті күнде бір аққу келіп жеп кетеді." Тұмарбас аққудың келетін уақытын біліп, мылтығын оқтап, бір шидің ішіне келіп тығылып отырады. Бір уақытта аққулар ұшып келеді. Ірімшікке келіп қонған уақытта мылтығын алып тарс еткізеді. Аққу ұшып жөнеледі. Артынан Тұмарбас шаба жөнеледі. Біраз жерге барғанда Тұмарбас жоғары қараса, жоғарыдан бір нәрсе түсіп келе жатыр екен. Қолын тосып ұстап қараса, адамның шынашағы. Оны алып жан қалтасына салады да артынан шаба берді. Аққу биіктен ұшып көрінбей кетті. Бір күн уақыт өткенде дарияның жағасында мың бұзау бағып жүрген бір таз балаға жолығады. Тұмарбас таздан сұрайды: "Бұл кімнің бұзауы?" дейді. Таз айтады: "Ақбар деген қанның бұзауы" дейді. Сонда Тұмарбас: "Кешке барғанда осы бұзаудың бәрін де байлаймысың?" дейді. Сонда таз айтты: "Кешке айдап барып, байланғырдың бұзауы байлам десем, әйтеуір әр терекке байланып қалады. Ертесіне шешіліңдер десем, шешіледі" деді. Тұмарбас айтты: "Түнде не жұмыс қыласың?" деді. Сонда таз айтты: "Қыздардың табанын сипаймын. Кешке уақытта қыздар мені терге орап тастайды. Төрден есікке, есіктен төрге домалатады" деді. Бәрін естіп болған соң, таздың орнына Тұмарбас бұзауды бағып жүреді. Қару-жарағын бір белгілі жерге көмеді. Күн кешке болған уақытта мың бұзауды айдап ауылға келеді. Байланғырдың бұзауы байлан дейді. Бір уақытта құздар Тұмарбасты ораған теріден шығарып жібереді.
Түнде батыр қыздармен бірге жатады. Тұмарбас тынығып жатса, қанның кіші қызы Қанекей ыңқылдайды. Тұмарбас қызың жанына барып айтады: сенің қай жерің ауырып жатыр дейді. Қыз айтады: не қылайын деп едің? Сонда Тұмарбас: жоқ нәрсең болса тауып берейін деп едім дейді. Қыз: шынашағыма мылтық тиіп, сол жерім ауырады. Сол шынашағымды тауып берген кісіге мен тиер едім дейді. Мен тауып берсем маған тиер ме едің дейді Тұмарбас. Қыз: тиемін дейді. Тұмарбас қыздың шынашағын берді. Қыз сонда мұның Тұмарбас екенін білді. Қыз бен жігіт бірге жатып көңіл қосып жүрді. Бір күндері болғанда қан жұртына жар салып шақырады. 3 қызды сүйгеніне қосамын, халқым жиылсын деді. Қанның қол астына қараған барлық халық бірі қалмай келеді. Сөйтіп Тұмарбас пен қызын қосады. Сөйтіп Тұмарбас Қанның қызын алып еліне қарай көшеді. Сөйтіп өз еліне аман сау келіп, Қанның қызымен қосылып, Тұмарбас мұратына жетіп, бақытты өмір сүріпті дейді. Осымен ертегіміз аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлематта болыңыздар.